Әнші қоян. Баяғыда бір жас аңшы орманда аң аулап жүріп, бір топ көжегімен қаперсіз жайылып жатқан қоянды көріпті де, бұқпандайлап қастарына жақындапты. Қоян аңшыны байқап қалып, «Қашыңдар, еріңдер соңымнан» деп көжектеріне айқайлапты. Көжектері енесінің соңынан томпаңдай жөнеліпті. Ал аңшы қуа беріпті. Қуа-қуа енді жақындай бергенде, алдында арындай ағып жатқан өзенді, қояндардың өзенге қарғып түскенін көріпті. Ол жағаға жеткенше, қояндар арғы бетке жүзіп өтіп, бір төбешіктің тасасына жасырыныпты. Жүгіре-жүгіре әбден титықтаған аңшы бір қойтасқа түзе бүгіп жылап жіберіпті. Ал кішкентай көжек төбенің басынан құлағын ғана қылтиып, аңшының көңілін басатын бір әнді шырқап қоя беріпті. Емін-еркін қыдырдық, асыр салып жүгірдік, аңшы келіп қуғанда, өте шықтық судан да. Баса алмай ашуын, отырсын-ай аңшының, ағын судан шошынып, жылағанын есімдік, әй, көжек осылай деп әндетіпті. Аңшының жебелерін қорамсағына салып, үйіне құр қол қайтудан басқа амалы қалмапты. Ол қояндарға садағын көрсетіп, «Қараңдар да тұрыңдар қу қояндар, бұдан былай мені алдай алмайсыңдар» деп қаһар төгіпті.